Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай печенье дайындаймыз. Өте тез дайын болатын печенье курабия деп аталады. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары маймен қант ұнтағын араластырамыз. Жақсылап араластыру қажет. Ванилин немесе ванильді қант қосамыз. Бір жұмыртқаны қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Онымен қопсытқышты қосамыз. Қасықпен немесе миксермен араластырамыз. Кондитерский мешокқа саламыз. Менде осындай насадка. Насадка маңызды емес. Домалақ қылып жасай берсеңіздер де болады. Пергамент қағазын дайындап аламыз. Соның үстіне печеньелерімізді қойып шығамыз. Печеньеміздің бетін осылай қасықпен немесе қолмен осылай жасап шығамыз. Қазір ол жерге варенье құятын боламыз, немесе джем. Менде малиновый джем. Әр печеньенің бетіне осылай құйып шығамыз. Менде бір пергаментке симай қалды, сол үшін екінші пергаментке осылай жасап шықтым. Жүз 180 градуста қызып тұрған пеште 10-15 минут пісіріп аламыз. Бетіне қайтадан джем құйып шығамыз. Өйткені піскен кезде джем ішіне қарай сіңіп кеткен.
Осы рецептпен жасап көріңіздер, міндетті түрде өте керемет дәмді болып шығады. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.